Халықаралық панфиловшылар қозғалысының қатары сыр бойлық өрендермен толықты. Аймақтар арасында алғаш рет ұйымдастырылған шараға Қазақстан Республикасындағы Панфилов қозғалысының үйлестірушісі, Кеңес одағының батыры Иван Панфиловтың немересі Айгүл Байқадамова қатысты. Шараға қатысушылар алдымен тағзым алаңында болып, Майдан даласында қаза тапқан батырлардың рухына тағзым етті. Мұнан соң мектеп алдындағы Кеңес одағының батыры генерал-майор Иван Панфиловтың бюстіне гүл қойды. Отметить важность этого события. Ең маңыздысы, аймақтар арасында алғаш рет халықаралық қозғалыс қатары толығып отыр. Бұл қозғалысқа тек Алматы қаласының өзінде 25 мектеп кірген. Ал Панфилов атындағы бұл мектепке жасалған қадам еліміздің өзге өңірлерінде де қозғалыстың жандануына мүмкіндік береді деп санаймын. Бұл ең бірінші балалар арасындағы достықты нығайтады. Әрі патриоттық тұрғыда тәрбие беру мен тарихи ескерткіштерді қорғауға басымдық беріледі. Біз миллиондаған панфиловшылар халықаралық қозғалысының ауқымы кең. Осыдан 8 жыл бұрын Волоколамск қаласында ТМД елдерінің халықаралық панфиловшылар қозғалысы ұйымдастырылды. Бүгінде қозғалыс Ресей, Қырғызстан, Қазақстанда 100 мыңнан астам адамды біріктіріп отыр. Меморандумға отыру арқылы біз телемост, яғни көпір арқылы Ресей менен Қырғызстан мемлекетіндегі жас панфиловшылармен байланысқа шығамыз. Жалпы жұмысымыз үлкен, ауқымды, жоспарлы түрде ары қарай жүзеге асырылады деп ойлаймыз. Меморандумның аясында біздің жас сарбаздарымыз және жас панфиловшыларымыз осы іздеу жұмыстарына атсалысады деп ойлаймыз. Іздеу жұмыстарына әрине бар қазбаларды қазбағанмен біздің оқушыларымыз интернет арқылы, басқа тарихи оқиғаларды қарастыру арқылы осы панфиловшылардың іздестірушілері болып қалыптастырамыз деген ойдамыз. Я считаю, что это важное мероприятие. Бұл қозғалыс Байқоңыр мен Қызылорда қаласы ғана емес, өзге де аймақтар арасындағы байланысты арттырады, жас буын тәжірибе алмасады. Біз әскери патриоттық бағыттағы барлық шараларды қолдаймыз. Балалар, соғысқа осы өңірден қанша адам аттанды? Панфиловшылар кімдер? Елін қорғаған батырлар кімдер екенін білуі тиіс. Біз жастар арасында спорттық сайыстармен қатар интеллектуалдық сұрақтар сайысына да мән береміз. Мазмұнды шарада генерал-майор Панфиловтың басшылығымен 316-шы атқыштар дивизиясының құрылуы, шайқас барысындағы батырлардың ерлігі туралы тарихи мәліметтер айтылды. Оқушылар патриоттық әндерді орындап, жас панфиловшылар салтанатты ант қабылдады. Білім ордасына халықаралық Панфилов қозғалысының штандарты табысталды. Асқар Тәжиев, Рамазан Жүсіпбек, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.